Короче, ночной рыбалка басталды. Бұл екінші серия. Жазғы маусымның видеосының екінші сериясы. Қазір көрсетем қалай басталған. Өте керемет басталды. Бірден көксерке алып шықтық. Кейін өлшейтін боламыз қазір мына жерде. Камера бәрі қалып қойған ғой үстінде. Соны барып қоятын. Телефонға бір не қылып түсірдік, білмеймін. Қалай түскен. Ана жерде ажиотаж болып кетті. Батсақ деп жүгіріп. Ана жерде мынандай тікжар. Ночной рыбалка басталды, короче. 1-2 килограмм точно бар сияқты. Қазір ойбайсың өлшейтін боламыз. Манадан батсақ кешін жатқан болса секіріп суға тұстан жаққа. Қайта крючоктар іліп тұр екен кеткен. Қайтадан батсақпен жақтан қайтадан екінші рет алып шықты. Концерт болды дейсіз ғой, мінекей, міне. Қараңдар достар. Қараңдар. Қандай. Ошы міне. Қармақ қайда? Міне көк қармақ әлі тұр. Кала көлшігімен, пала көлшігімен. Міне мен жоқ. Жұтып қойған ғой кәдімгідей. Біз салдық тек бір 10 минут болды ма, болған жоқ па? Бірде. Таптым. Енді айып өттіңіздер, кішкене ыңғайсыздық болып отыр енді. Міне. Көксерке. Нормально. Мана ғана қалып қойған. Нені салып жібердің ғой, өлген балықты. Соған түсіп тұр ғой. Мықты. 2 килограмм точно бар сияқты. Ал достар, қанша килограмм деп ойлайсыздар? Ошы міне күндіз ұстаған мына лешті мынандай қылып кесіп. Нарезка дейді, біз білмеймін қазақша не алдық. Ошы мынандай кесілген ет. Осыған көксеркелерді аулайтын боламыз. Ночной рыбалка деген осы міне. Мынандай басында. Мына бет түскен кезде дейді. Ананкі ау қойылмаған не, оғанда қой көріп. Жоқ, мен десе жүк жоқ. Мынау болып жақсы болды, қайта шығар. Ананы шығару бұлай жоғарға қиын болады ма жерден негізі? Үлкен балық түссе қиналады екенбіз. 2 адам болған жақсы ол бірақ. Бір адам вообще қиналып қалады сияқты. Жоқ, міне. Мінекей қараңыздар. Парабия ағанкі қазір ұстаймыз. Мен қазір патсақта олам. Бисмилlah. Достар, ну, ночной рыбалка қызықты болатын түрі бар. Жаңағы сияқты елімді қарияғанып қалдым. Бақан. Мына қарияғанып қалдым. Шығады ол дау ғой. Мына қот қарияға. Жіберейін кішкене. Алып шығады ол. Ана жерде ағаш бар екен, соған іліп қалды. Иә, соған ағаштан іліп қалды. Жақсы келеді еді. Десентті шығар. Күту керек, иә, қазір ана ойналып шығады ол. Жоқ, олардан қариқан шықты. Балық кетіп қалған. Жоқ, бар. Қас. Асықпаз қазір. Патсақпен. Жаңадан кішірек, бірақ. Газ алған. Шығарып алдық. Мінекей. Камерам бар ма? Етке түсті, етке. Достар, міне. Екінші. Мінекей мынадай. Нормально 1 килограмм бар шы? 1 килодай болып қойды, е. Құтты болсын. Мынада жұтып жіберген екен. Аха, так, енді бұған операция жасаймыз. Шықты. Ұштықта өзі онша үлкен емес. Мұнау кәм қарай салайтын ғой. Мөңке олайтын ұштықпен қоя салдық жаңа қараңғыда. Міне мына етке түсті ғой, ет. Иә. Ештің етіне. Мықты. Көз жанады екен олар. Иә. Кәдімгідей жанады екен. Мыналар тұр. Бастамасы жаман емес. Жарты сағаттың ішінде екеуін алып шықтық. Жарты сағаттан алып шығар даже, да? Мен жоғары барып камерамды, фонаригімді алуға да үлгермей отырмын. Сол ғой. Бірінен соң бірі. Ана жер байқаңыз, ары қарата кетіп қалмады. Бұл алдыңғы видеоның жалғасы. Егер түсінгендерін болсаңыздар, алдыңғы видеода біз қарай салдық қой. Сол кезде біз қонғанбыз. Осы видео біз қонып атқанымызды естісіздер, енді көріп атсыздар. Сонымен достар,
бізге енді мінекей кешкі ас. Уханы. Бұйырса енді уханы таңертең пісіреміз деп тұрмыз. Иә. Қазір шай ішіп, сол ұйқымыз келгенше балық аулаймыз. Короче, шай ішіп келсек, мынандай болып жатыр, мынаны қара. Мына жағада жатыр ғой вообще. Көрдіңіз ба? Иә, жағада жатыр. Қазір дұрыстап ұстап алыңыз менің немді. Патсак. Бар сияқты, бар екен. Бар. Қазір онда. Бар да сияқты. Бар. Кішкентай емес пе? Иә, бір келек сияқты. Достар мінекей. Екінші судак. Үшінші судак. Түнгі уақытта, иә, үшінші. Мінекей, мана осы болып тұр шыдырлатқан. Иә. Мына қараңдар. О, камера қаяқ. Сразу. Бар. Қазір Қозғал. күтейін да. Мында двойник екен, один. Қозғалатыр. Шарып аламыз ба? Иә, ана патсакты. Так, патсакты мен онда мынаны істеймін. Ана саласаңыз. Кете қоймас. Ма, түнде қиын екен. Не болып жатыр? Экшн болып жатыр, экшн. Содан көреміз ба? Бар, бірақ. Бар. Кет. Оны қыжы келініп қалды. Не, үзіліп кетті ме? Иә. Бұйырмады. Қармағы үзіліп кетті. Келді енді. Мынау кіреп айтты жатыр. Мен жағына кіріп алайын, әр жағына. Қазір камераны қояйық. Осыны двойник өтірік деп жатыр енді. Нормально екен. Бері қарай екен. Мә, светчен суға түсіп кетті. Мынау нормальный вообще. Сүйреп кеткен бе? Осы корректно кетіп қалған жоқ қой? Жоқ, кет. Неге бері қарай алып келдің, неге? Мынау вообще нормальный. Әсей ме? Достар, көреміз қазір. Вообще нормальный. Мына жаққа жағаға қарай кетіп қалып. Келет. Откат. О, көріне бастады ғой. Неге? Опа. Кас. Бар ба? Бар. Ұстадық. Мынау үрі. Анан алып шығуға болады ғой бірден. Нені? Оған ағыдай біріншісін дейді. Иә, біріншісін Міне достар. Мына двойникке түсті. Базар жоқ. Жаңа кетіп қалып деп жылап отқан міне орнына келді ғой. Керемет. Мынау. Мінекей. Қалай көрсетсем, былай көрсетсем. Ночной рыбалка. Қалай болып кетті? Міне двойник. Нормально жұтқан. Мен татқанды сездім уже бар ғой. Айттым ғой. Нормально деп. Короче, бүгін біздің күніміз болады. Ана қойып үлгерген жоқпыз әлі жана. Сіздің қармақта қойылған жоқ та әлі. Мен қойылған жоқ. Сілтежек біріне алып шығу керек. В общем, кішкене ночной рыбалка туралы. Мінекей, мынаған жана алып шықтық. Мынаныкін үзіп алдық. Анаған парабияға алып шықты. Арғысына жана бір тістелген көксерке алып шықты. Бір 1 килограммдық көксерке, соны бір тістеген ғой даже. Оны жібердік. Кетті ол. В общем, бәріне түсіп тұр ғой біз тамақ ішіп келгенше. Мынаған да түскен, мынаған да түскен, арғысына бәріне түскен. В общем, мынаған тағы жақсысын алып шықтық қой мана. Короче, сағат деген неше болды? Клев бешеный болып жатыр, по идее. Судак, мына 12 болып жатыр. Мен су алып келуім керек, соған сабында кетпедім. Білмей сабындардан табам ба? Түн болғанда су керек бізге. Соған бара жатырмын. Жол. Машина тұр.
айдаламын, қап-қараңғы, ешкім жоқ. Рыбактар негізі үзек жатқан адамдар ғой, ана ай жанып тұр. Мен кетіп баратым жалғыз өзім. Кеттік. Мынау. Бұны қанша дедің? Кило 800 дедің бе? Иә. Бұдан кішкене шатасын қадың. Мынау 2-де 140. 2-де 140? Аха. Мынау түнде ұстағанымыз болып тұрғанда, иә? Түнде ұстағанымыз ғой.